сататын боламыз. Jinsidan men бәрін келтіріп, мынаусы бәрі ровно келіп, ровно жату керек. Міне балаға. Мындай. Міне осындай мысалы сызғыштарыңыз болса, міне удобно болады. Где-то міне. Ну, где-то 2-8, 3 сантиметрлік осындай ені сызғыш болса, міне 2-8, 3 сантиметрлік. Бізге, например, бізге міне белгілеп қойдым. Бізге керек длина мынау бізде. Бізге міне керек длина мынау. Бізге керек длина осы. Бізге готовым виде мына сызықпен сызу керек. Осылай жатқызасыздар. Сызғышты міне бізге керек линия мынау ғой. Жатқызасыздар да міне. Осылай міне сызып аласыздар. Сосын міне. Осылай. Сосын. Так. Міне. Артығын кесіп тастайсыздар осылай. Артығын кесіп тастайсыздар. Міне барлық жағынан өстіп қойып тұрып міне. Сызып аласыздар міне. Барлық жағынан міне сызып алдық. Бізге сонда шовқа қайырылуға где-то 3 сантиметр кетеді міне. Сонда бізде ішіне қайырылып кететін бізде сонда міне 3 сантиметрдей кетеді. Енді осыны бүйтіп тек. Осылай бүйтіп міне екі қайырып тастайсыздар болды. Осы шовпен. Міне осылай бүктеп отырып міне бүйтіп екі қайырып тастаймыз болды. Егер мына жерлері қалың болып жатса, мысалы джинсы мықты қалың емес, бізде жұқа. Қимаймын, сондықтан егер сіздерде мына жақтары мысалы қатты қалың болып жатса, ішке қайырылатын мына жерге дейін міне мынасын алып тастайсыздар, ішін қиып тастайсыздар. Осылай бір қайырасыз. Қайырған кезде сонда мына жаңағы бормен белгілеген жеріміз дәл түседі. Сосын оны шекілін шекілемей